Сәлем достар! Бүгін ерекше шығарылым. Бүгінгі видеода мен тек қазақ тілінде емес, қазақ тілі туралы әңгіме айтамын. Жалғыз емес, ал тартымды қызықты адаммен бүгін менімен бірге баспагер, жазушы, бірнеше кітаптың авторы, Forbes журналының қазақ нұсқасы бас редакторы Бақытжан Бұқарбай. Бақытжан, сәлеметсіз бе? Сәлем, Маргарита. Өте қуаныштымын, сізге рахмет. Осы шақырғаныңызға да, келгеніңізге де. Неге мен осылай айтамын? Өйткені бұл тек біздің сұхбаттың бірінші бөлімі, екінші бөлімі Бақытжан каналында болады. Ссылка в описании. Сол описанияға қарап, ссылканы басыңыз, екінші бөлім көріңіздер. Және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоның астында пікірлеріңізді жазыңыздар міндетті түрде. Рахмет, достар. Ал кеттік. Бақытжан, біз сізбен Басқосу деген клубында кездестік да таныстық. Ол клуб, мен айтайын, Басқосу деген клуб, ол қазақша сөйлейтін клубы. Ол жерге мен не үшін бардым? Қазақ тілінде практика жасау үшін. Сол, мен Басқосу деген клубынды білемін. Бізде WhatsApp'та үлкен чат бар. Сол чатта бізде общение болып жатыр. Ал тағы да мен екінші клуб, ол Мәміле деген клубты білемін. Мен үшін ол өте қызық. Неге Алматыда 2,5 миллион адамдар тұрады. Қазақша сөйлейтін клубтардың санасы өте аз. Сіз қалай ойлайсыз, осы клубтардың санасы неге өспейді? Неге жаңа клубтар пайда болмайды? Рахмет, Маргарита. Енді сөзіңіздің жаны бар, өйткені қаламызда 2 миллион адам тұрады. Клуб 1 миллион адамға бірақ клуб болып тұр ғой. Бірақ біздің клубта 18-ші жылы жұмысын тоқтатты. Біз 4 жыл волонтерлық негізде қазақша үйреттік. Бізге келген қонақтарға, бізге келген бүкіл қатысушыларға үйреттік тілді, бірақ 18-ші жылы 4 жылдан кейін біз бұл жобаны тоқтаттық. Это очень грустно. Иә. Өйткені қазір Мәміле клубы істеп тұр, Қанат Тасибеков ағамыздың клубы. Бұл жердегі негізгі мәселе энтузиазмның болуы. Демек, егер сен осындай клубты жасайым десең, осындай клубты жүргізем десең, сенің психологияң спринтер емес, марафондық болу керек та. Ол ұзақ марафондық дистанция. Бізде не үшін жабылдық? Өйткені біз ерікті сияқты жұмыс істедік, волонтер болдық. Волонтер ретінде біз 4 жыл сүйредік бұл жобаны. Сосын бәріміз жағдайымыз ауысты, жұмыстық жағдай. Біреу көшті, бір волонтердің бала шағасы пайда болды дегендей. Әртүрлі жағдайға байланысты біз 4 жылдан кейін тарастық. Бірақ біз еріктілердің жаңа буынын қалыптастырып, ары қарай жалғастырайын десек, өзіміз сияқты марафондық дистанцияға шыдайтын еріктілерді таба алмадық. Келеді, 1-2 кездесуге келеді, көмектеседі, сосын жоқ болып кетеді. Қайтып келмейді. Сосын біз осы жағдайда клубтың жұмысын тоқтата тұруды дұрыс деп шештік. Клубтың идеясы керемет болды. Маған өте ұнады. Өйткені ол жай біз келіп қазақша сөйлемедік. Біз игровой форма, әртүрлі ойындар, күліп, өте қызық болды негізінде. Соған сағынамын, сағынып жүрмін. Біздің клубымыздың 80% ойындардан тұрды. Сол ойындар, басында әрине біз ойындарды интернеттен оқып алатынбыз, бірден сұрап алатынбыз, бірақ бара-бара біз кастомизация жасадық. Өзімізге келетін қатысушылардың портретін білеміз ғой. Бір жылдан кейін бәрін білеміз, кімдер келетін. Жасы қандай, қызығушылығы қандай, не үшін келіп жатыр. Сондықтан біз ойындарымыздың барлығын өзіміздің аудиторияға сай адаптация жасадық. Сосын өзімізді көп ойынды өзіміз ойлап таптық. Соның арқасында бұл жоба өте сәтті шықты. Дайын нәрсе емес, өзіміз қалыптастырдық аудиторияға сай. Авторский проект, авторлық жоба, иә? Толық авторлық жоба деп айтуға болады. Ал мемлекеттен қолдау келмеді ме? Бұл өте жақсы сұрақ, өйткені мен әубастан мемлекеттен бірдеңе сұрайым деп ойламадым. Бірақ біздің Басқосу туралы көптеген қалалардағы азаматтарымыз бен азаматшаларымыз естіп білді. Біздің қаламызда неге өткізбейсіңдер деп жаза бастады бізге. Әрине, біз волонтермыз. Біз тіптен өзіміз шығындаламыз Алматыда ұйымдастыру үшін. Ал енді басқа қалаға баратын болсақ, ол жол шығыны бар, жоқ дегенде. Жататын орның бар, ішетін тамағың бар. Ол бір адам емес, бірнеше адам. Бұл жерде мемлекеттік деңгейдегі мәселе.
республика бойынша жүргізуге болады, бірақ бұндай жағдайда мемлекеттің көмегі керек. Сол кезде мен вице-министрге де кірдім осы жобамен. Ассамблеяға да хабарластым. Сол кезде Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек мырзаға да презентацияны бердік. Бірақ бұл жоба еш тараптан қолдау көрген жоқ. Бірақ бұл жоба миыма сыймайды. Миыма сыймайды. Иә, біздің де миымызға сыймайды. Енді бір қызығы, бұл жоба бір рольдік модель қалыптастырды. Бізден кейін де бірнеше жоба пайда болды. Есімі шығып отыр есімнен. Бір орыс қыз жүргізді, тағы бір орыс қыз жүргізді. Олар ұзаққа созылмады. Жақсы жобалар болса. Спирина Оля, иә? Иә, сол кісі болса керек. Біз жабылайын деп жатқан кезде соңғы жылдары пайда болды ол. Бірақ ол ұзаққа бармады. Бұл жерде айтып отырмын ғой, үлкен энтузиазм болу керек, бірақ энтузиазм жеткіліксіз. Бұл жерде мына марафонская дыхалка. Сол да керек та. Немесе қолдау керек. Немесе қолдау керек. Иә, біз қолдау көрмедік. Енді бір қызық айтайын. Биыл бірнеше ұйымнан хабарласып, осындай жобаларыңыз болды, бұл өте жақсы жоба болды, соған біз қолдау көрсетсек дегендей ұсыныстар келді. Атап айтқанда Назарбаев қорынан Астанадан, Рухани жаңғыру институтынан келді. Мен енді өте үлкен скепсиспен қараймын да бұндайға. Өйткені мемлекеттің жұмыс істеуі, немесе жаңағыдай қорлардың жұмыс істеуі, ол қиындау мәселе. Біз мысалға ұйымдастырсақ өте тез істейміз, сосын сапаға, нәтижеге жұмыс істейміз. Олар қалай жұмыс істейтінін мен түсінбеймін. Сосын мында келді, кездесті, көндірді, ұсынып көр, беріп көр, біз бұны қайта жандандырайық дегенде. Сосын ұсындым. Әйтеуір Рухани жаңғыру институтынан жауап жоқ әлі күнге дейін, жарты жылдан асты. Олай жұмыс істемейді, жарты жыл күткізіп та. Басшысы ауысты ма, басқа да жағдай болды ма? Оларда согласование ғой, согласование. Өздері жүре берсін. Біз жұмыс істейміз нақты, олар сол өздерінің кездесулері, есептері, ақылдасулары, согласованиялармен басын қатырып бюджетті жеп жүре береді. Ал енді Назарбаев қорына келетін болсақ, басқа да жобалар ұсынылды деп айтты. Әртүрлі жобалар, соның ішінде іріктеген кезде жюри мен біреулерге ұнамасам керек. Біреулер мені ұнатпаған ба? Жарайды, мейлі, онда қолдамасаңдар, өз еріктерің, оның ешқандай проблема жоқ. Сұрап барып жатқан мен жоқпын. Қолдасаңдар өз еркің, қолдамасаңдар өз еркің. Біз мысалға қазақ тілін дамытуды, қазақ тілінде жұмыс істеуді тоқтатқан жоқпыз. Басқосу клубы, еріктілер клубы жабылғанмен, мен содан бері мәселен баспагерлік іспен айналсам. Қазақ тілінде заманауи әдебиетті қалыптастырумен айналысып келе жатырмын. Осындай кітаптар, иә? Иә, осындай кітап шығарамыз. Іскерлік кітап, заманауи әдебиет, немесе тіптен тарих болғанның өзінде тарихи кітаптарды да заманауи тұрғыда ұсынып жатырмыз оқырмандарды қалыптастырып. Біз осы жұмысты қолға алдық, қазір қарап отырмыз. Кезінде міне басқосуды жасаған кезде бізде көптеген энтузиастар үшін рольдік модельді қалыптастыра алсақ, қазір баспагер ретінде де біз рольдік модель жасап жатырмыз. Яғни мінеки баспагер болуға болады, осындай да модель бар деп. Бізден кейін де мысалы қаншама тәуелсіз баспагерлер шығып жатыр. Қазақ тілінде қазір кітап шығару процесі соңғы 2-3 жылда өте қатты дамып жатыр. Осының арқасында қазақша кітаптар көп шығып жатыр. Тіпті мына Меломан жылдың соңында рейтинг жасайды, ең көп сатылған кітаптар деп. Соңғы 2-3 жыл қазақ тіліндегі кітаптар көш бастап тұр Меломанның рейтингінде. Бұл біздің де жұмысымыз да, бұл жерде біз бастап жатқанымыз, осындай үлгі көрсетіп жатқанымыз. Сондықтан қазақ тіліне қызмет ету жалғасын табуда мемлекет көмектессін, көмектеспесін, біз алған бағытымыздан таймаймыз. Керемет, рахмет. На моем канале есть видео, где я учу фишкам по изучению казахского языка. Сол видеоның астында пікірлер бар, комментарийлер. Сол 100 комментарийлердің ішінде тек қана 2-3 орысша сөйлейтін адамдардан. Рахмет, Маргарита, осылай қазақ тілінде енді үйренеміз, енді сенен білім аламыз, тәжірибен аламыз. Ал көбінесе 90% комментарий ол қазақша сөйлейтін адамдардан. Қараңыздар, қазақша сөйлемейтін қазақтар үлгі болсын мына қыз деп. Мен үшін ол өте қызық. Мен осы видеоларды, как мне приятно, что его смотрят казахоговорящие, но олар мен целевой аудитория емес. Өте қызық эффект. Сіз қалай ойлайсыз, қандай жол ең қазақ тілін кең тараған жасау үшін қай жол ең тиімді? Потому что, ну вот я рассказываю о казахском языке, но меня не смотрят те, для кого я это снимаю. Смотрят меня те, кто и так говорит на казахском. Почему так происходит? Маған да қызық, өйткені мен де өз каналымда
қазақша меңгерген өзге ұлт өкілдерімен сұхбат жариялаймын. Жақында Ирина Тен деген тележүргізушімен сұхбат жазып YouTube каналда жарияладық. Қазақтар көреді, жаңа сіз айтқандай комментарий қарады. Мінекей осы қыздың қазақша сөйлегені, қазақша сөйлей алмай жүрген қазақтарға үлгі болсын деп жазып жатады. Меніңше ол қалыпты жағдай, ол норма. Енді қазақ тілін үйретем десеңіз, онда ештеңе қарамай, меніңше сыншыларға қарамай жұмыс істей беру керек деп ойлаймын. Басқасының бәрі сылтау, мысалға бұл тақырыптың айналасында сылтау өте көп та. Мәселен, кейбірлерден сұрасаң, неге сен қазақша оқып білмейсің десең, олар айтады, үстімнен күледі дейді. Енді 90-шы жылдар күлген шығар, 2000-шы жылдар күлген шығар, 10-шы жылдар күлген шығар, бірақ енді қашанғы күле береді, күлетін адамдардың саны меніңше азайды. Бірақ үйренген адамдардан сұрасаң, мысалы Ирина Тен болсын, басқасы болсын, өзіңізден сұраса да растайтын боларсыз, ешкім күлмеді дейді. Үйреніп алғанда ма, ешкім күлген жоқ, қайта бәрі қолдады. Басқа ұлттарға күлмейді, ал қазақтар айтады, қазақтарға, вот акцентпен сөйлейтін қазақтарға күледі оларға. Мен өзі жеке басып ешкімнің үстінен күлген емеспін. Мына жерде отырған жаңа оператор бар, ассистент бар, ешкім күлген емес. Қайта біз көмектесуге тырысамыз. Ол сылтау. Әрине, адам ешқашан өзінің ниетінің жоқ екенін мойындағысы келмейді. Мен қазақша үйренгім келмейді деп ешкім бұлай ашық айта алмайды. Көп адам айта алмайды. Ол мысалға интернетте аноним аккаунтпен жазуы мүмкін, маған қазақшаларың керек емес деп. Бірақ ешкімнің бетіне айтпайды. Сондықтан әртүрлі сылтау айтады да, мен мысалы үстімнен күледі. Бір адамды алып келіп көрсетшінші, не үшін күледі деп. Міне мынау адам, мен сол адамнан сұхбат алуға дайынмын. Сен неге қазақша сөйлей алмай жүрген, тырысып жүрген адамдардың үстінен күлесің деп өзім сұраймын. Өзім сұрақтар қойып сұхбат жазып аламын да, мен өзім ондай адамды кездестірмедім. Менің айналамда, мысалы қазір 34-темін, 34 жыл ішінде бір адамды кездестірмедім ондай. Күліп атқан, айтпесе айтамыз ғой, неге күлесің деп. Біз де айтамыз, не үшін күлесің деп. Ол тырысып жатыр, ол үйреніп жатыр. Яғни бұл салада сылтаулар өте көп та, жаңағыда сондай сылтаулардың бірі болса керек, білмедім, нақтысын айтсақ. Сондықтан қазақша үйреткіңіз келсе, жалпы мынау қазақ тілінің кеңірек тарағанын қалайтын болсаңыз, онда ондай сылтауларға мән бермей, өзіңіздің бағытыңыздан таймау керек деп ойлаймын. Рахмет. Достар, осы видеоның астында міндетті түрде пікірлеріңізді жазыңыздар. Сіз қалай ойлайсыз? Осы мен сұрақтарыма қандай жауап беретін едіңіз? Бізге өте қызық. Біз бүкіл комментарийларды оқимыз. Сіздерге жауап береміз комментарийларда. Ал мен келесі сұрағым, Бақытжан, сізде өзіңіздің YouTube каналыңыз бар. Ол каналда қандай мақсат сізде? Мен сіздің каналыңызды көрдім. Ол жерде атақты адамдармен, сосын бір қазақ тілі туралы, Қазақстан туралы, өте қызық феминизм туралы, ол жалпы қалай образование да, жайлы просветительский видео бар. Сол мақсатыңыз қандай? Сіз дұрыс айтасыз, Маргарита ханым. Каналдың ең басты мақсаты ол ағартушылық. Ағартушылық дегенде де азаматтық белсенділік аясында, демократиялық құндылықтар аясында, азаматтық қоғам құндылықтар аясында ағартушылық жұмысын жүргізу. Өйткені қазақ тіліндегі контентті талдайтын болсақ, қазір көрермен қарайтын, ол бәрі хихихаха контент. Бәрі әзіл-сықақ, ешкім ойланғысы келмейді, ешкім жаңағыдай миына азық болатындай контентті көргісі келмейді. Бірақ ондай азық керек, өйткені сен қоғамды жақсартатын азамат ретінде өзің санайтын болсаң, қоғамға бір жақсы жұмыс істегісі келетін азамат ретінде көретін болсақ, онда жаңағыдай контентті білу керек. Мысалға, не үшін біз заңды құрметтеуіміз керек, не үшін біз заң жолымен жүруіміз керек. Көптеген тақырыптар бар, мәселен, демократия туралы мифтар қандай, оларды жоққа шығару, сосын не үшін сайлау кезінде белсенді болу керек. Демек, бұл жерде айтқым келгені, елдің, өзіміздің қоғамның болашағы ол өзіңе байланысты нәрсе. Өзіңе, егер сен диваныңда жатып бәрін сынай берсең, ештеңе шешпеймін, менің даусым не шешеді, мен не істей аламын, мен кішкентай адаммын деп, онда ештеңе өзгермейді. Онда мынау тағы бір 30 жыл жалғасады. Қазір көңіліміз толмайтын нәрселер тағы 30 жылға жалғасын табады да, мен оның 30 жыл жалғасын тапқанын қаламаймын, өйткені мен ол кезде 64-те боламын. Не қызығы қалады, сосын 30 жылдан кейін де өзгермейді, бұлай жалғаса берсе. Тағы 30 жылға созамыз, сонымен бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Сондықтан бұндай контент жоқ. Орысша бар, Ресейде түсіреді бұндай контент. Қазақ тілінде ешкім түсірмейді. Сондықтан аз қаралса да, әйтеуір интернетте болсын дегенде. Әрине өкінішке қарай көп қаралым жинамайды.
бірақ интернетте тұрғаны дұрыс, оның ютубта тұрғаны дұрыс. Ертелі кеш біреу іздеп теретін болса, жаңағы видеолар шығады. Ол тек қана бастамасы. Ол тек қана Мен де бастамасы. оны байқадым, сіз айтқаныңызды. Мен Қазақстанда YouTube тренді, соны қарасам, шок болып кеттім. Өйткені мен білмеймін, мен ойладым, неге ондай видеоларды көреді адамдар? Какой-то бір желтый новости осындай пабликте. Сол бітпейтін ұрду-дырду, әйтеуір 30 жылға созылған ұрду-дырду, сондықтан меніңше бір ойланатын уақыт болды. Ойланып, тоқтап, кішкене ой салып, не істей аламын, қалай өзгертуге болады. Контентіміздің барлығы соған бағытталған. Сұхбаттар жүргізем тағы. Сұхбаттар танымал адамдар дегенмен, бәрі танымал емес, араларынан бары танымал. Бауыржан Оспанов бар, Марғұлан Сейсенбай, Михаил Саакашвили болды. Ой, өте қызық. Сұхбат алған адамдардың арасында. Әрине, ол кісілермен біз қоғамды қалай жақсартуға болады деген тақырыпты көтереміз. Сондықтан білікті, тәжірибелі адамдар, олар өздерінің ойларын ортаға тастайды. Бұдан бөлек, мәселен, өзіңіз сияқты қазақ тілін меңгерген адамдармен сұхбат жазам. Қалай меңгердіңіз, не үшін меңгеру керек деген сұрақтарды қозғаймыз. Осындай мәселелерді қамтимыз. Осындай бағытта сұхбаттар жазамыз. Жалпы осы каналымның бағыты. Енді мен бұлай Vine немесе КВН форматында контент жасай алмаймын. Мен кішкене бір ой салатын контент жасағым келеді. Өйткені мен сізде ондай контент өте көп. Ұрду-дұрду контент өте көп. Сондықтан бір ой салатын контентте болған дұрыс. Үлес салмағы бір 20% шықпайды. Жарайды, енді мейлі 80% жаңағыдай ұрду-дұрду болсын. Бірақ 20% ол көрген кезде бір жаңа ойлар қалыптасатын, жаңа түсінік қалыптастыратын контент болса ғой, 20% да шықпайды ғой. 5% да шықпайды. Сондай контентті көбейту керек. Қазақ тілінде өте аз осындай контент. Мен сізді қолдаймын бұл жерде. Келесі сұрақ, ол вот чтобы изменить положение в Казахстане относительно казахского языка вообще, относительно, наверное, нашей жизни, какое действие, вот как вы думаете, вот если сказать одно действие, но каждый день, что должен делать каждый казахстанец? Маленькое действие, каждый день. Бұл өте жақсы сұрақ, және бұл сұрақтың жауабын мен білем, өйткені мен көп ойландым. Күнде біз мыңдаған әрекет жасаймыз, әртүрлі. Әрбір жасаған әрекетімізге жауапкершілік алу керек. Басқа жол жоқ. Не істесең де жауапкершілік алу керек. Балаңды тәрбиелейсің ба, жауапкершілік. Үйлендің ба, жауапкершілік. Бір жерде отырып біреуге жұмыс істеп жатырсың ба, жұмысыңды жауапкершілікпен атқар. Кәсібіңді жүргізіп халыққа қызмет көрсетіп жатырсың ба, қызметіңді адал, жауапкершілікпен атқар. Мемлекеттік қызметкер шенеуніксің ба, халқыңа үлкен жауапкершілікпен қызмет көрсет. Бізде жауапкершілік мәселесі өте қатты ақсаңдап жатыр. Қазақстанда қоғамға не жетпейді деген сұраққа ол жауапкершілік жетпейді. Бізге жауапкершілік, халқымызға жауапкершілік жетпей жатыр деп айта аламын. Шынымен жауапкершілік сезінетін адамдар көп емес қоғамда. Тек жауапкершілікті сезіне білген адам ғана өзінің елі үшін, өзінің қоғамының болашағы үшін үлкен сондай бір жұмыстарды мойнына алады да. Жауапкершілік керек, ол біздің жер, біздің ел, біздің тіл, біздің жұмыс, біздің ұрпағымыз, біздің болашағымыз деген. Мне мурашки сейчас бегут. Осындай болу керек. От ваших слов. Ол рас нәрсе. Сосын өзіңе де ләззат келеді, өзіңе де береке, бақ келеді. Мысалға көп адам ойлайды, ол не істесем де жолым болмайды немесе. Мыналардың біреуге табысқа жетіп жатса, ол табысқа былай бәке-сәкесі болмаса жете алмайды дейді. Мәселе ода емес. Бәке-сәкесімен жететін адамдар да бар. Және өзінің жауапкершілігімен, еңбегінің арқасында жетуге де болады да. Болады. Ол мүмкін. Бірақ соны санаға сіңірмейінше ешқандай өзгеріс болмайды. Көп адам санасына осыны сіңірсе деп ойлаймын да. Жақында да мәселен бір шәкірттермен, жас шәкірттермен кездесуде болдым. Олар менен сұрайды да, мына құлдық сана туралы мәселе көтерді. Құлдық санадан қалай арылуға болады дейді. Рабское мышление там. Мен айтам, жауапкершілік қана. Потому что құлдық сана, құлда жауапкершілік жоқ. Егер сен бір нәрсеге өзіңнің әрекетіңе жолда көлік айдайсың ба, ережені сақтамайсың, сен тіптен жолда жүргізуші ретінде өзіңе жауапкершілік алмасаң, ешқандай жауапкершілік алмасаң, жауапкершілік қашсаң, онда сен құлсың да, былайша айтқанда. Сен құлсың, ешкімге ренжи алмайсың. Тек құлдар ғана жауапкершілік алмайды мойнына. Ал өзіңді азамат санасаң, өзіңді осы жердің иесі санасаң, өз өмірінің қожайыны санасаң, онда өз істеріңнің қожайыны деп айтайын,
егіз санасаң, онда міндетті түрде жауапкершілікті алуың керек мойныңа, кез келген әрекетіңе. Оны күнде істеуге болады, күнделікті. Мәселен, міне өзіңіз сұхбат жазып жатырсыз, канал жүргізіп жатырсыз, өйткені сіз өзіңіздің аудиторияңыздың алдындағы, қоғамның алдындағы бір аз болса да жауапкершілігіңізді сезіп жүрсіз. Міне мен қазір көмектесе аламын, қазақ контентіне қатысты, қазақ тіліне қатысты, мәдениетіне қатысты мен ақпарат бере аламын, тарата аламын деп, мен жауапкершілік алдыңыз, бітті, бұл жақсы. Егер көп адам осындай болатын болса, әрине, онда қоғам өзгереді. Осы жетпейді бізге. Жауапкершілікті алуымыз керек мойнымызға. Қандай патриоттық адамсыз. Я на самом деле впечатлена вашей финальной речью. У меня аж побежали мурашки просто по коже, потому что я тоже считаю, что мы живем в этой стране, мы ответственны за то, что здесь происходит. И самое легкое это сказать, что там где-то вот баке, саке, там все решают, я тут ничего не решаю, что, ну что мне делать? Вот в такой стране я живу. Бәрі өз біздің қолымызда. Спасибо большое за нашу вот первую часть интервью разговора. Вторая часть разговора, я напомню, будет по ссылке в описании на канале у Бахытжана. Обязательно переходите, посмотрите, и там также ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Рахмет, достар, сау болыңыздар.